Nәпсі түрлері менен тәрбиелеу жолдары. Алхамдулиллахи роббил аламин. Вассалату вассаламу ала хайри құлқихи Мухаммади ва ала алихи ва асхабихи ажмаин. Алла тағалаға сансыз мадақ, ардақты пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа, оның отбасы мен барлық сахабаларына салауаттар мен сәлемдер болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қадірменді жамағат, құрметті бауырлар, баршаңызға күндердің төресі, қасиетті жұма күн мүбәрәк болсын. Адам баласының жақсылыққа да, жамандыққа да бейім екендігі белгілі. Пенде бойындағы адамшылықтың шыңына бастар асыл қасиеттердің жиынтығы ар ождан деп аталса, керісінше кері тартып, кісіліктен бездіретін күшті нәпсі деп атаймыз. Ар ұят, адалдық, әдептілік, жанашырлық секілді адамгершілік қасиеттер ұжданға тиесілі болса, тәкаппарлық, көралмаушылық, мақтаншақтық, жалқаулық, дүние қоңыздық сынды жағымсыз мінез құлықтар нәпсіге тән. Сол себепті де пенде нәпсісін ең жаман қалаулармен күресіп, оны тәрбиелеуі қажет. Алла тағала қасиетті Құранның Шамс сүресінің 8-10 аятында Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фаалхамаха фужуруха ва тақваха. Қад афлаха ман заккаха ва қад хаба ман дассаха. Нәпсіге жамандық қабілетті менен тақвалық қасиетін берген Алла тағалаға серт. Расында нәпсісін тазартқан кісі құтылады. Ал кім оны кірлетсе қор болады деп айтқан. Мәшкүр Жүсіп бабамыз өзінің сөздерінде табылды өз бойымнан екі дұшпан, бірі ішінен болғанда, бірі тыстан деп іштегі жаман қалаулылардың адамның дұшпаны екендігін айтқан. Қасиетті Құран аяттарында нәпсінің мынадай түрлері турасында айтылған. Бірінші, нәфсүл әммәра, жамандыққа бастаушы нәпсі. Бұл басым көпшілік адамдарда кездеседі. Юсуф сүресінде Жүсіп пайғамбар оған Алланың сәлемі болсын. Нәпсімді ақтамаймын. Расында нәпсі жамандыққа бұйырып тұрады деп айтқан екен. Юсуф сүресі 53 аятта келеді. Екінші нәпсінің түрі нәфсүл ләуама, сыншыл нәпсі. Бұл жақсы адамдардың бойынан табылатын нәпсі. Алла тағала қасиетті Құранның Қиямет сүресінің 2 аятында «Вәлә уқсиму бин нәфсил ләуама». Сөгіс беруші, сыншыл, өзін-өзі жазғырушы нәпсіге серт деп айтқан. Сыншыл нәпсі шынайы мұсылманның нәпсісі. Түзу жүретін мүмин өзінің әр ісін, әрекетін үнемі сын көзбен қарайды. Әрдайым сөзі менен іс қимылына өзі есеп береді. Хасан аль-Басри, Алла оған рахматын алсын, біз мүмин деп өзінің нәпсісін сынаушы адамды айтатынбыз. Өйткені ол айтқан сөзі менен нені қаладым, жеген тамағымен нені қаладым деп үнемі өзін сынап отырады. Ал пасық адам, қадам басқан сайын жақсылықтан ауытқи береді. Өзін бұл үшін жазғырмайды да деген екен. Ғұлама Машкури, Алла тағала оны рахметіне алсын, сыншыл нәпсі жайлы ол жамандық істеп қойса, неге істедің деп жазғырады. Ал жақсылық амал жасаса, неге көбірек істемедің деп сөгеді деген. Үшінші, нәфсүл мутмаинна, жаны жай тапқан нәпсі. Алла тағала Құранның Фәжір сүресінің 27 аятында «Я айятухан нафсул мутмаинна». Жаны жай тауып, Аллаға иман келтіріп, құлшылық етіп, дұға жасап, көңілі орныққан нәпсі деп айтқан. Ғалым Журжани, Алла оны рахматына алсын, бұл жүректің нұрыменен нұрланып,
кемелділігінен, жамандық сипаттардан арылып, көркем мінезге ие болған нәпсі деп анықтама берген. Бұл нәпсі жүректің нұрыменен сомдалып, жаман мінез әдеттерден арылып, көркем ақлақ иесіне айналған рух. Жаны жай тауып, тыныштанған жан. Иман Раббанидың сөзіменен айтсақ, нафсүл мутмаинна деңгейіне дейінгі құлшылықтардың бәрі де еліктеушілік болып шығады. Осы күйге жеткенде ғана құлшылық шынайы түрде үлкен ықыласпенен орындалатын болады деп айтқан. Қасиетті Құранның аяттары менен ардақты пайғамбарымыздың, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, хадистерінде нәпсіні тәрбиелеудің көптеген жолдары баяндалған. Олардың негізгілеріне тоқталатын болсақ, мынандай: бірінші, ықыласпенен құлшылық ету. Алла Тағаланың бұйырған құлшылықтарының шынайы ықыласпен орындалуы арқылы пенде өзіне жүктелген міндеттерді орындап қана қоймай, ол арқылы өзінің нәпсісін тазартып, жаман әрекеттерден арылуға күш жігер салады. Алла Тағала қасиетті Құранның Анкабут сүресінің 45 аятында «Инна салата танха анил фахшаи вал мункар» дейді. Расында намаз адам баласын арсыздықтан және жамандық атаулыдан, теріс қылықтардан тияды дейді. Ғалымдарымыз кімде-кім намаз оқып жүріп, намазы оны жаман істерден тыйылуына себепші болмаса, ол адам намазындағы ықыласын жөндеуі керек екендігін айтады. Алла Тағала жағдайы бар адам үшін міндеттелген зекет ғибадаты да сырттай қарағанда өзгелерге пайда келтіретін іс болып көрінгенмен, шын мәнінде адам баласы өзгелерге жәрдем беру арқылы өз бойындағы сараңдық, дүние қоңыздық сынды ішкі дерттерден тазартады. Алла Тағала қасиетті Құранның Тәубе сүресінің 103 аятында олардың дүние мүлкінен зекет садақа ал, сол арқылы оларды тазартып, күнәларынан арылт деп айтқан екен. Міне осы сынды шынайы ықыласпенен орындаған парыз, уәжіп, нәпіл және тағы басқа ізгі амалдардың барлығы нәпсілерімізді тазартып, жаман әдеттерден арылуымызға себеп болады. Сәхіл ибн Абдулла, Алла Тағала оны рахметіне алсын, нәпсіге ең ауыр не деп сұрағанда, ол кісі ықылас, өйткені онда нәпсінің үлесі жоқ деп айтқан екен. Осыған байланысты бір қиссаны айтып бергенде, бұрынғы заманда Исраил қауымында құлшылығынан жаңылмаған бір мұсылман өмір сүреді. Бірде бір топ кісі оған сол маңда ағашқа табынатын қауым бар екендігін айтады. Тақуа кісі ол жағдайға ашуланып, балтасын алып, әлгі ағашты шауып тастау үшін жолға шығады. Сол кезде шайтан бір шал кейпінде алдынан шығып жөн сұрасады. Ол ағашты кесуге бара жатқандығын айтады. Шайтан ол ағашты кестірмейтінін айтып, ол адамменен алыса кетеді. Мұсылман кісі оны жығып алады да, шайтан ол ағаштың саған не зияны жоқ, ешбір зияны жоқ саған. Сен оған құлшылық жасамайсың. Бұл істі істеуден бас тартсаң, күн сайын саған 3 алтын беріп отырамын. Оларды әр күн сайын жастығының астынан тауып алатын боласың деп шайтан алдайды. Солай қажетіңді өтейсің, әрі туысқандарыңа жақсылық жасайсың, пақырларға көмектесесің, және де сол секілді көптеген қайырлы істерге мұқтаждық болып жүрген сауапқа қаласың. Ал ағашты кессең, тек бір сауап қана аласың деп шайтан алдайды. Пенде әлгі кісінің шайтанның сөзіне алданып, айтқанына көнеді. 2 күн бойы ақшаны жастығының астынан тауып, 3-ші күні таппай қалады. Ашуланып, балтасын тағы да алады да әлгі ағашты кесу үшін жолға шығады. Жол жөнекей шайтанға жолығып, тағы да алыса кетеді. Бұл жолы шайтаннан адамға әл бермей жеңеді.
таң қалған пенде мені қалай жеңіп кеттің деп сұрағанда, сонда шайтан айтады: алғашында сенің ниетің тек Алла разылығы үшін болатын, сондықтан да менің қуатымды Алла Тағала алып қойды деп мен сосын жеңіліп қалдым дейді. Ал бұл жолы сенің құлқының дүниені ойлап кеттің, сондықтан да жеңілдің деген екен. Мына ықыластың адамға, ниеттің адамға үлкен күш беретіндігі, Алла Тағала сол жақты болып тұратындығы осы хиссада үлкен баяндалады. Екінші, нәпсіні әсте-әсте тәрбиелеу. Үйреніп қалған істен ажырау нәпсіге өте қиын. Бұндайда ата-бабамыз мұсылман болу әсте-әсте дейді. Нәпсілерімізді сатылап, дәрежелеп тәрбиелеудің мәнісі үлкен. Жүйрік сәйгүліктің үстіне мініп, жүйткітіп шауып келе жатқан кезде адам тұлпардың басын бірден тартып тоқтатса, ол адам сол тұлпардан құлап мертігіп қалуы да мүмкін. Сол секілді нәпсіні де жаман қалаулардан бірте-бірте тыйған дұрыс. Мысалы, Құранда арақтың харам екендігін қатысты аяттар келген кезде ол 3 бөліп түскен. Басында пайдасынан зияны көп екендігі айтылады. Кейін арақ ішкен күйде намазға тұруға тыйым салынады. Аят 3 рет ескерткенде арақтың лас, одан алыс болу керектігі бұйырылады. Ол уақытта адамдар арақты жаппай ішкендіктен бірден тастау нәпсілеріне ауыр келгендіктен Құран кәрімде арақ ішу мәселесінде илахи даналықпенен осылайша тыйым салынған. Омырауындағы емізулі нәрестені одан ажырату оңайға түспейді. Олай істер болса, баланың керісінше оған деген зауқы одан сайын арта түспек. Анасы оны бірте-бірте ажыратқанда ғана қиындықсыз емуін қойып кетеді. Адам нәпсісі де тура осылай. Жылдар бойы істеп, бойы әбден үйреніп кеткеннен кейін бірден қойып кету өте ауыр. Сайын далада еркін жайылып, қырдың жайқалған көк майса шөбін жеп жүрген малды, мөлдіреп жатқан суды ішіп жүрген малды үйге кеп қамаған кезде, қораға үйреткен кезде, ол сол қораға үйреніспей, сол жаңағы майса шөптерді жеуді аңсап тұрады. Сөйтіп қолға 3 мезгіл жем беріп, шөбін беріп, суын беріп, қолға үйренгеннен кейін, ол далаға жайылуға жіберген кезде де, ол қораға қайттан келіп, өзінің жемін шөбін жеп үйренеді. Сол сияқты нәпсіні де тәрбиелейтін болса, осылай бір жөнге кеп қалады екен. Шәкәрім бабамыз айтады: сөзіңді түзе, әдетіңе айналады. Әдетің мінезіңе айналады. Мінезің сенің тағдырың деп айтқан екен. Ізгі адамдарменен бірге болу, адамдардың жақсылық атаулыға бой үйреніп, жамандықтан жиренуіне ізгі ортаның әсері өте үлкен. Себебі адам ізгі адамдарменен бірге болған сайын бойындағы ізгілік сипаттарды оятып, жақсы істерге бейімделеді. Сол секілді жаман ортаменен араласса, олардың жаман сипаттары жұғады. Алла Тағала ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің үлкен бір хадисінде таңертең және кешке Раббыларына оның разылығы ғана үшін қалап, дидарын іздеп, жалбарынғандарменен бірге өзің де барынша сабырлықпенен болып, солармен бірге бол дейді. Дүние тіршілігінің сән салтанатына көңіл аударып, оларды көзіңе де ілме дейді. Сондай-ақ жүрегін бізді еске алудан қаперсіз еткен, нәпсінің әуесіне ерген және бүкіл ісі шектен шыққан әлде біреулерге бағынба, ерме деп Алланы еске алған.
оның разылығын іздеген жандарменен бірге болуды әмір еткен. Осы Кахф сүресінде 28-ші аятта келген екен. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, ар-роджулу аля дини халилихи фальянзур ахадукум ман юхолил. Адам өзінің досының дінінде, ендеше кімменен дос болып жүргендігіне мән беріңдер деп айтқан. Имам Термизиде келеді екен. Абу Имран, Алла оны рахматына алсын, былай дейді: бір күні мен Абу Зардың, Алла Тағала оны разы болсын, мешітке жалғыз өзі отырғандығын көрдім. Одан неге жалғыз өзің отырсын деп сұрадым. Ол айтты: жалғыздық жаман ортаменен отырғаннан әлде қайда жақсы. Бірақ жақсы орта жалғыздықтан жақсы деп Абу Зар жауап берген екен. Төртінші, Алла Тағаланың әркез көріп бақылаушы екендігін есте тұту. Пенде Алла Тағаланың адам баласының сыртқы және ішкі дүниесін әрдайым бақылап тұратындығын еске ұстауы, әрі оған нақты сенімде болуы тиіс. Алла Тағала қасиетті Құранның Бақара сүресінің 235-ші аятында: «Уa'ламу анналлаха я'ламу ма фи анфусикум фахазарух». Біліп қойыңдар, Алла іштеріңе бүккен ойларыңды түгелдей біледі. Ендеше оның бұйырғанына қарсы келуден сақтаныңдар деп ескерткен екен. Сүннеттің анасы деп аталған хадисте Жәбірейіл періште пайғамбарымыздан, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, ихсан туралы сұрағанда, Алланың елшісі оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, ихсан дегеніміз Алланы көріп тұрғаныңдай құлшылық ету. Сен оны көрмесең де, ол сені көріп тұрады деп жауап береді. Демек, оқитын намазымыз, ұстайтын оразамыз, беретін зекетіміз, орындайтын қажылық, тағы басқа жақсы қайырлы амалдарымыздың барлығы ихсан жағдайында болса, нәпсінің жақсы жағына қарай тәрбиеленуіне жетелейді. Сахаба Мәлік ибн Динар, Алла оны рахматын алсын, мынандай оқиғаны жеткізеді. Хаттабұлы Омар, Алла Тағала оған разы болсын, бірге Меккеге қарай сапарға шыққан едік. Жолда бір жерде демалғанымызда таудан түсіп келе жатқан қойшыны көрдік. Омар оны сынамақ болып: «Әй қойшы, қойыңның ішінен біреуі маған сат» деді. Қойшы: «Мен жай ғана құлмын, қойдың иесі емеспін» деп жауап қатты. Омар айтты: «Еңе оны қасқыр жеді деп айтпайсың ба?» деді. Сол кезде қойшы: «Алла көріп тұрғанын қалайша естен шығармақпын» деп жауап береді. Сол сәтте Омар, Алла оған разы болсын, жылап жібереді. Құлдың иесіне барып, оны сатып алып, азат етеді. Әрі оған: «Сенің бұл дүниеде құлдықтан азат болуыңа бір ауыз сөзің себеп болды. Әрі ол сені қияметтің азабынан да азат болуыңа себепші болады деген үміттенемін» деп айтты. Мінекей, осы нәпсілерімізді біз өз орныменен тәрбиелеп, әрқашанда жақсылықты ойлап, ішіміз жақсылықты қалап тұратын болса, сол жақсылықты көп орындауымыз Алла Тағала біздерге нәсіп етсін. Жақсы амалдарыңыз, игі ниеттеріңіз Алла Тағала қабыл етсін. Жұмадан жұмаға Алла Тағала аманшылықпен, сау саламатшылықпен жеткізсін. Амин. Алхамдулиллахи роббил аламин. Вассалату вассаламу ала хайри хулкихи Мухаммади ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Алла Тағала жұма күнгі жасаған игі тілектерімізді, Алла Тағала ниеттерімізді қабыл етсін. Дініміз исламға қуат берсін. Бирахматика рахман рахимин. Аллах.